Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл заттардың қасиеттерінің кристалдық тор түріне тәуелділігін қарастырамыз. Яғни бірнеше зат алайық. Натрий фториді, фтор 2 және H фтор. Барлық қосылыста бізде фтор атомы кездеседі. Бұлардың біз иондық, бірінші кристалдық торының түрін анықтаймыз, ары қарай физикалық қасиеттерін және химиялық қасиеттерін болжаймыз. Натрий фторидінде қандай кристалдық тор түрі кездеседі? Натрий, фтор, натрий бізде металл, фтор бізде бейметалл, электр терістілік айырмашылығы өте жоғары, сондықтан бұлар арасындағы электрондарын тасымалдайды, нәтижесінде иондарға айналады. Сол иондардың арасында, оң және теріс зарядталған ионның арасында өте күшті электростатикалық тартылыс күші пайда болып, бұлар иондық кристалл торына айналады. Яғни иондық кристалл торын түзеді натрий фториді. Фтор, не айта аламыз? Фтор бізде молекула, екі атомнан тұрады, бірдей болғандықтан электр терістілігінің айырмашылығы жоқ, сондықтан бұл ковалентті полюссіз қосылыс. Молекула түрінде кездескендіктен қарапайым жағдайда бұл газ, ал өте төмен температурада ол қатты кристаллға айналады. Және кристалдық торы қандай болады? Молекула. Яғни молекулалық кристалдық тор. Келесі қосылыс H фтор. Екі атомнан тұрады, сутек және фтор. Екеуі де бейметалл, сондықтан бұлар иондық кристалл торды, иондық байланыс түзбейді, ковалентті байланыс түзеді. Ковалентті қандай болады? Электр терістілігінің айырмашылығы болғандықтан бұл ковалентті полюсті байланыс түзеді. Нәтижесінде бұл бізде молекула болып табылатындықтан төмен температурада кристаллға айналады, нәтижесінде молекулалық кристалл торын түседі. Енді қасиеттерін айтайық. Иондық кристалл торы бізде өте күшті электростатикалық тартылыспен тартылғандықтан, оның физикалық қасиеттері басқалармен салыстырғанда жоғары. Мысалға, қайнау балқу температурасы жоғары, қаттылығы жоғары болады. Сонда натрий фторидінің балқу температурасы жоғары. Фтор және H фтор қосылыстары молекулалық кристалдық тор болғандықтан балқу температуралары төмен. Енді қайсынікі төменірек екенін болжайтын болсақ, H фтор бізде полюсті болғандықтан, онда белгілі бір электрон тығыздығы бір жаққа ауысқандықтан, бұнда бізде тартылысы мықтырақ болады. Сондықтан балқу температурасы төмен деп айтамыз H фтордікін, ал фтордікін өте төмен. Яғни осы жерде біз нені түсінеміз? Қосылыстардың кристалдық торын анықтау арқылы біз олардың қасиеттерін болжай аламыз. Немесе керісінше, біз оның қасиетін біліп, кристалдық торын болжай аламыз. Тағы бірнеше мысал келтірейік. Калий хлор, оттек және PH3. Бірінші олардың кристалдық торын анықтаймыз. Калий хлориді, калий бізде металл, хлор бізде бейметалл, иондық кристалл тор. Иондық кристалл тор. Оттек. Екі атом оттектен тұрады, бейметалл, молекулалық кристалдық тор, полюссіз, байланыс түрі ковалентті полюссіз, молекулалық кристалдық тор түседі. PH3 бізде ковалентті полюсті, молекулалық кристалдық тор. Салыстырамыз, балқу температурасы кімде жоғары болады? Әрине калий хлоридінде. Одан кейін PH3, ең әлсізі оттек. Келесі қосылыстарды алатын болсақ, мына қосылыстарды алайық. Үшеуі оксид. Біздің атомдық кристалдық торға жалпы көп деген қосылыстар жата бермейді, өте аз. Сондықтан бұларды біз көбінесе жатқа білуіміз қажет, өкінішке орай. Негізгі оңай жолы атомдық кристалдық торларын жаттау. Ол металл мен бейметалдың шекарасын білесіздер. Бор, көміртек, одан кейін кремний. Осы шекарада орналасқан атомдар және олардың қосылыстары әдетте атомдық кристалл тор түзеді. Ең танымал атомдық кристалдық торға мысалы жазайық. Оның ішінде кремний диоксиді бар. Бор, көміртек, кремний
германий, бұлар бізде атомдық кристалдық тор, және кремний диоксиді, германий диоксиді, және карбидтер. Яғни осыларды біз жаттап алсақ, бұлар атомдық кристалдық тор, яғни егерде қосылыс болатын болса, онда екеуі де бейметалл. Бұлардан егерде басқа қосылыстар кездесіп жатса, екі бейметаллдан тұратын, ол атомдық кристалдық торға жатпайды, молекулалық кристалдық торға жатады. Осыны біз түсінуіміз керек. Сонымен кремний диоксиді де атомдық кристалдық тор, сондықтан оның балқу температурасы жоғары. Әдетте атомдық кристалдық тордың қасиеті, физикалық қасиеті, мысалға балқу температурасы иондық кристалдық торынан жоғары болады. Бұған себеп ондағы коваленттік байланыс салыстырмалы түрде иондық байланыстан мықтырақ. Сондықтан бұның балқу температурасы өте жоғары. Мысалыға көміртектің балқу температурасын алсақ, 3,5 градус Цельсийге дейін жетеді. Ал иондық байланыстың көбінесе балқу температуралары шамамен 1000 градус шамасында болады. Су бізде молекулалық кристалдық тор, себебі бұл ковалентті полюсті молекулалық қосылыс, ковалентті полюсті молекулалық кристалдық тор. Және SO2 бұлда да ковалентті полюсті молекулалық кристалдық торға жатады. Енді екеуін салыстыратын болсақ, балқу температураларын бұнда кішкене бір білетін жағдай, олардың электр терістіліктерінің айырмашылығы. Неғұрлым айырмашылық көбірек болса, соғұрлым байланыс мықты және қосылыс қаттырақ болады және балқу температурасы жоғары болады. Сутек пен оттектің электр терістілігінің айырмашылығы жоғары, сондықтан олар берік байланыстар түзіп, молекуларлық балқу температуралары жоғары болады. Яғни екеуімен салыстырмалы түрде судың балқу температурасы жоғары. Бірінші орында сонда кремний диоксиді, одан кейін су, одан кейін SO2. Сонымен оқушылар, біз қосылыстардың кристалдық торын анықтау арқылы олардың қасиеттерін де болжап, немесе керісінше қасиеттерін біле отырып, олардың кристалдық торларын ажырата алады екенбіз. Осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.